Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге дастарханыңыздың көркін ашатын, өте дәмді болып шығатын қатпарлы раушан гүлді самсаның жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. 1 стакан суға ерітілген сары май және сұйық май, қопсытқыш, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырына қосатын заттарды мен көз мөлшерімен салдым. Керекті заттардың тізімін описанияға қалдырамын. Қамырды илеп болған соң, бетін жауып 10-15 минутқа ие қанғанша қойып қоямыз. Ие қанған қамырды алып, бөліктерге бөліп суалар жасаймыз. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін кішкентай 4 бөлікке бөлдім. Суалар жасап болған соң, тағы да бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз жаюға дайын болып қалды. Енді шетінен алып, барлығын жұқа етіп жайып шығамыз. Міне 4-еуінде жайып болдым. Енді бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жағып шығамыз. Осылай барлығын бір келгі жайып болғаннан соң, екінші жайылған қамырды алып, осының үстіне жаямыз. Осылай бірінің үстіне бірін қойып, сары майды жағып, орап шығамыз. Оралған қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып, 30 минутқа морозильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Картошка мен пиязды майдалап турап аламыз. Майдалап туралған пияз бен картошканың үстіне тартылған етімізді, іш майды саламыз. Егер де іш майды ұнатпайтын болсаңыздар, салмай қоюға да болады. Сосын дәміне қарай тұз, бұрыш және сұйық май қойып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп алған соң, қамырды алып, қолымызбен басып, кішкене жазып аламыз. Қалған 4-еуіне тимедім, өйткені оларды басқаша етіп түйемін. Ең алдымен қамырды алып, жайып аламыз. Осылай 4 жағынан кішкене кесіп аламыз. Ортасына салмасын салып, видеодағыдай түйеміз.
Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетейін. Міне раушан гүлді самсамызды дайындап болдық. Өте әдемі шығады. Енді қалған төртеуін сопақша формада түйеміз. Ол үшін осылай қамырды алып, ортасынан басып, қуыс жасаймыз. Сол қуысқа салмасын салып, екі жағын біріктіріп түйеміз. Сонда астындағы қатпары анық көрінетін болады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетейін. Енді бетіне жағатын массаны дайындаймыз. Бір жұмыртқаның сарысына 2 шай қасық сүтті қосып, жақсылап араластырып, осына жағатын боламыз. Самсаның бетіне сепкенге макпенен күнжітті қолдандым. Енді осыны қызып тұрған пеште 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты, ас болсын. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.